Сәлем достар, бүгінгі видеода 5 түрлі оңай салат жасап көреміз. Бүгінгі салаттың жасалу жолдары ешқандай ережесіз. Үйдегі бар азық-түліктерден салат жасап көреміз. Қызылша, жұмыртқа, сәбіз қайнатып, 4 пішті етті турап, 2 ас қасық горох, 2 ас қасық майонез және тұз, қара бұрыш салып араластырып бір салат жасап көрдік. Мінекей достар, салатымыз дайын, дастарханға ұсынамыз. Қайнатылған бір дана қызылшаны үккіштен өткізіп, кішкентай 2 алманы үккіштен өткізіп, 1 түйір сарымсақты үккіштен өткізіп алып, майонез немесе қаймақ қосасыздар өздеріңіздің қалауларыңызбен. Үшінші салат, әрине баршамызға ұнайтын көкөністер салаты. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Салат жапырақтары, ақ желкен, аскөк, тәтті болгар бұрышы, қияр және қызанақ 2 түйірінен алдым, тұз, қара бұрыш, зәйтүн майы 2 ас қасық, өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Араластырып, дастарханға ұсынатын боламыз. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді салаттарымыз дайын болып жатыр. Салатымызды дастарханымызға ұсыну үшін тарелкамызға сәндеп салатын боламыз. Достар, біздің келесі салатымыз және көкөністерден жасалған. 40 қабат жіңішке етіп турап аламыз. Туралған 40 қабатқа аз ғана тұз салып, араластырып, 40 қабатымызды езіп аламыз. Бір дана сәбізімізді үккіштен өткізіп, тұз салып және араластырып, езіп дайындап аламыз. Қайнатылған 1 түйір қызылшамызды үккіштен ұзыншалап өткіземіз. Салат жапырағын турап аламыз. Бір дана жұмыртқамызды ыдысымызға жарып алып, аз ғана тұз сеуіп, араластырып аламыз. Араластырып дайын болған жұмыртқамызды қызып тұрған табаға 1 ас қасық сұйық май құйып, жұмыртқамызды құймақ тәрізді етіп, 2 жағын аударып пісіріп аламыз. Дайын болған жұмыртқамызды ұзыншалап, турап дайындап аламыз. Достар, мінекей салатымызды жинаймыз. Дайын болған жұмыртқамызды салатымызға араластырып, өздеріңіз ұнататын үндеуіштер қоссаңыздар болады. Мен аз ғана қара бұрыш қостым. Достар, мінекей салатымыз дайын. Дастарханға ұсыну үшін тарелкамызға сәндеп салатын боламыз. Келесі салатымызды бастау үшін табаққа 1 ас қасық зәйтүн майын қыздырып, туралған 1 сарымсақты қуырып аламыз. Қиярымызды ұзыншалап турап дайындап аламыз. Сәбізімізді өккіштен өткізіп, аз ғана тұз сеуіп, езіп аламыз. Дайын болған салатымызға зәйтүн майына қуырылған сарымсағымызды салып араластырамыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қалауларыңызша аскөк, ақ желкен қоссаңыздар болады. Достар, мінекей бүгінгі біздің салатымыз дайын. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Қарлығаш.